имам Ахмадта келетін сахих хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: ла туфтаханнал Константиния, Константинополь фатх етіледі дейді, яғни мұсылмандардың қаласына айналады. Константинополь қазіргі Стамбул. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұсылмандарды сүйіншілеп жатыр. Сол қала мұсылмандардың қаласына айналады деді. Ол қала тек қана мұсылмандардың қаласына айналған жоқ, қанша жылдарға мұсылмандардың мемлекетінің астанасы болды. Фала ни'мал амиру закал амир ва ла ни'мал джейшу закал джейш. Сол қаланы фатх ететін, барып мұсылмандардың қаласына айналдыратын басшы қандай жақсы басшы, және оның әскері қандай жақсы әскер деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабалары, одан кейінгі табиғиндер, қанша ғасырлар бойы мұсылмандар пайғамбарымыздың осы хадисіндегі жақсы деген сипат алған, керемет деген сипат алған мұсылмандар болайық деп әрекет жасады. Сол әскердің қатарында болайын деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүйікті сахабасы Абу Айюб аль-Ансари қартайған кезінде шамасы зорға жетіп тұрса да атқа мініп сол жаққа барып, сол жақта қаза тапты. Ол кісінің қабірі сол Стамбул қаласының төңірегінде, маңайында. Бірақ Алла субхана ва тағала бұл шарапатты Осман халифатының ұлы халифаларының бірі Мухаммад аль-Фатихке нәсіп етті. Мухаммад аль-Фатих бұл имам Абу Ханифа рахимахуллахтың мазхабы бойынша және имам Абу Ханифаның сенімдегі ұстанымын ережелеп, жүйелеп халықтың арасында таратуға үлкен еңбек сіңірген имам Абу Мансур аль-Матруди рахимахуллахтың ұстанымында, сол кісінің мектебінде болған кісі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам имам Абу Ханифа мазхабында имам Абу Ханифаның сенімін түсіндіріп берген, сол сенімге қызмет еткен имам Абу Мансур аль-Матрудидің жолында болған адамға қандай жақсы басшы, қандай жақсы әскер деп сипат беріп жатыр. Біздің мұсылмандардың қара шаңырағы, Қазақстан мұсылмандардың діни басқармасы осы жолға шақырып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі тәзкия берген жолға шақырып жатыр. Ал енді кімде-кім имам Абу Ханифа рахимахуллахтың жолы сүннетке сай емес, имам Абу Мансур аль-Матруди бидаат ақидаға шақырды десе, ол адам өзінің ақидасын қайта тексеріп көрсін. Ол адам өзінің сенімін қайта тексерсін. Себебі ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сөзін жоққа шығарып жатыр.